Сәлеметсіздер, сабағымызды жалғастырамыз. Біз алдыңғы сабағымызда where арқылы деректерді сұрыптау туралы айтқан болатынбыз. Яғни осы where арқылы біз өзімізге қажетті мазмұндарды табатынбыз. Ал енді бұл сабағымызда одан да тереңірек, яғни select. Біз мынаның астына мына жерден мына жақтан жаңадан бір осындай SQL файл құруымызға болады. Содан кейін біріншісі біз әдет бойынша use world деп осы database-ға ауысамыз. Содан кейін барып астына select барлығы деймін, жұлдыз белгісі барлығы from country, яғни осы country деген кестенің ішіндегі барлық ақпаратты көре алатынбыз осылай жазу арқылы. Міне. Енді біз осының ішінен іздейтін болсақ, біз where дейтінбіз. Іздегенде біз осы шартқа сәйкестерді табатынбыз. Яғни where, содан кейін region, одан Азия деп. Біз осылай жазып, осы шартқа сәйкес мазмұндар табатынбыз. Region деген көрік. Біз мұна несі арқылы іздейтінбіз, континент арқылы. Яғни Азиядағыларды осылай тапқан болатынбыз, Азиядағы елдерді. Ал енді кей жағдайда, мысалы, мен аты арқылы іздеймін, name. Содан кейін, мысалы, Қырғызстан деп іздемекші болсам, Қырғызстан десем, онда мен оның қалай жазылатынын білмеймін, бірақ К-ден бастап жазылатынын білемін. Мысалы, Қырғызстан дегенді мен қалай жазылатынын толық білмеймін, ағылшынша қалай жазылатынын. Сондықтан біз like деген үйренеміз. Like деу арқылы біз Қырғызстанның К-ден басталатынын білеміз біз негізі. Сосын артына translate белгісін жазсақ, осылай іздеуге болады. Мына name'ді түсініктірек болу үшін мынаған алайық. Міне К-ден басталған елдерді көрсетіп берді. Енді like деген біріншісі біз алдыменен сол іздеуге қатысатын property'дің атын жазамыз. Одан кейін like деп жазамыз. Одан кейін барып осы жерге ізделетін кілт сөз жазамыз. Кілт сөздің көп жағдайда кілт сөзді толық жазбайды. Мысалы, толық Қырғызстан деп жазудың қажеті жоқ. Олай жазатын болса, онда теңдік белгісін жаза салу керек. Ал like деген сөз осы шарттарға үйлесетін. Ал енді мына жердегі translate белгісі, яғни мына translate нені рол атқарады дегенде, артында басқа әріптер бар деген сөз. К-ден басталған, бірақ арт жағында басқа әріптер бар. Ал енді оны былай да жазуға болады. Мысалы, ең артқы әрібін ғана білетін болсақ, біз н деп жазсақ болды. Ең артқы әрібі. Ең артқы әрібі н-дан аяқталған елдер, міне. Бірталай ел бар екен. Онда біз арт жағы станнан аяқталған елдер. Қанша станнан аяқталған ел бар екен көрейік. Мысалы, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан деген секілді. Өзбекстан, Түркістан, Тәжікстан, Пәкістан, Қырғызстан, Қазақстан, Афғанстан деймін. Осылай станнан аяқтасқан елдерді осылай көрдім. Ал енді бұл жердегі like-тан кейін мына translate белгісі, сол осы орында, яғни бір немесе бірнеше әріп бар деген сөз. Нөл немесе бірнеше әріп бар деген сөз. Ал енді like болған жерде not like да болады, яғни осы стан қамтылмаған елдер десек, біз not like десек болған. Басқа елдерді көрсетеді. Жаңағында қамтылғандарды көрсетпейді. Осы шартқа сәйкесетіндерден басқасы соларды көрсетеді. Бұл like, not like. Ал енді кей жағдайда былай болады. Мысалы, қандай елдер бар десек болады. Мысалы, адам басталған ел бар дейік. Содан кейін ар дейік, содан кейін артына бір тал жазалық. 3 әріпті ел жоқ бар, 4 әріп көрейік. Like арқылы көрейік. Бұда да көрінбейді екен, онда тағы бір жазып көрейік. 5 әріп. Міне шықты. Яғни біз бір елдің атын білеміз, бірақ оны елдің алдыңғы екі әрібі ар екенін білеміз.
Ал артындағы үш әріпті білмейміз, бірақ біз үш әріп бар екенін білген жағдайда осылай жазып іздеуге болады. Яғни алдыңғы білген екі әріпті жазамыз, бірақ арт жағынан мына астыңғы сызықтан үшеу жазсақ, осы арада үш әріп бар дейді, бірақ біз білмедік. Соны осылай тауып алуға болады. Мына жерде міне Аруба деген бір елдің аты екен. Осы кезде біз арды жаздық, қалған үш әріп бар деген сөз. Мына жерде үш тал астыңғы сызық, үш әріп бар деген сөз. Ал енді мынаның артына А деген жазып біз екі әріпті ғана ұмытып қалған болсақ, осылай жазуға болады. Яғни мына жерде екі әріп бар, біз ұмытып қалдық. Бірақ алдыңғы екі әрібі ар екенін білеміз, соңғы әрібі А екенін білеміз. Біз осылай жазу арқылы іздей аламыз. Жалпы енді осы like және like пенен not like біреу теріс деген, not like деген, like деген жаңа сол шартқа сәйкес етінді тауып береді. Ал енді бұл арада бізге бейтаныс осы прәнсет және астыңғы сызық. Мынау нөл немесе одан да көп әріп бар деген сөз. Нөл немесе одан да көп. Нөл немесе көп әріп дейік. Көп әріп дегенді білдіреді мынау. Ал енді мынау осы тұрған орында әйтеуір бір әріп бар деген сөз. Мынау бір әріп бар дегенді білдіреді. Бір әріп бар. Ал мынау сол жаңа нөл немесе көп әріп. Осы like деген жерде ғана істейді. Like және not like-та ғана осылар істейді. Ал енді әдеттегі кейбір жағдайда былай болады. Мысалы ортасында з деген әріп бар, алды артын ұмытып қалсаңыз, екі жағына да прәнсет белгісін қоюға болады. Мысалы осылай. Енді бұндай ел көп екен. Мысалы осылай жазылайық. Ені көріп, міне осылай жазуға болады. Ортасында зак деген әріп бар, екі жағында да әріп бар болса осылай жазамыз. Енді кей жағдайларда бұлар біздің шартымызды қанағаттандырмауы мүмкін кейбір жағдайларда. Сондықтан оған regex арқылы істеуге болады. Енді бұл мазмұн өте маңызды емес, бірақ біліп қойсаңыз болады. Енді оны әдетте қысқартып әр like деп айтады. Әр like алдында әр деген жазу қоссақ болған. Ал енді бұл да прәнсет емес, бұл да жазылу басқаша. Мысалы жаңағы арт жағы станмен аяқтасқан ел десек, біз мына доллар арқылы білдіреміз. Доллар белгісі арқылы станмен аяқтасқан елдер. Міне, бұл жаңағы алдында прәнсет белгісін жазу қажет жоқ. Мынау мағынасы білдіретіні станмен аяқтасқан елдер. Ал енді казбен басталған елдер десек, мына басталған дегенді былай жазады. Мына жерде мынаны алып тастаймыз. Каз деген әріппен басталған елдер болса, міне осылай жазсақ болған. Мынау басталған дегенді білдіреді. Ал енді артында бір немесе бірнеше әріп бар дегенді нүктені қойып жұлдызды басса болған. Нүкте деген сөз әріп білдіреді, жұлдыз деген бірнеше әріп дегенді білдіреді. Ал енді нүкте қосылған деп те жазуға болады. Ал енді нүкте қосылған мен нүкте жұлдыз, осының айырмашылығын айтайын. Бірақ енді бұл мазмұн өте маңызды емес. Жай біліп қойсаңыз болды, бұны түсінбесеңіз оқасы жоқ. Нүкте қосылған деген бір немесе одан да көп әріп бар дегенді білдіреді. Ал енді мына нүкте жұлдыз деген нөл немесе одан да көп әріп. Осындай екеуінің ұқсамастығы бар. Енді қазіргі жағдайда мына жерде екеуіне де бірдей істей береді, өйткені мынаның артында әріп көп. Ал енді кей жағдайларда сөзсіз әріп бар деген, не болмаса сөзсіз әріп жоқ болуы да мүмкін дегенде осы нүкте плюс пен нүкте минус дегенді қоса алу керек. Енді мына әр like болған жерде жаңағы not әр like дегенде істейді. Бұл да істейді. Жаңағы Қазақстан деген елден басқасы осы шартқа үйлеспейтін басқа елдерді көрсетеді. Ал енді мынау негізгі толық аты regexp. Енді бұл жаңағы әр like екеуі бір нәрсе. Мына жерде мен тағы да жазып қояйын. regexp мен әр like деген екеуі бірдей мағынаға ие. Ал енді көп жағдайда кейбіреу мынаны жазады. Ал енді мынаны да жазатындар бар. Сондықтан мен әр like жазып қояйын.
бұл енді regexp деген нәрсе, бұны білу үшін бұның өте жақсы нәрсе негізінде. Мысалы мыналарда каз дегеннен кейін каз деген сөз бар болса ішінде, және де осы каздың артынан мысалы казак дейік та, мына жерде казак дегеннің артында мына әш бар болуы мүмкін, немесе мына жерге жазалық. Біз каз дегеннен кейін мына төртбұрыш жазып, осының ішінде әш бар болуы, к бар болуы мүмкін, немесе әш бар болуы мүмкін, немесе қ бар болуы мүмкін. Содан кейін барып артында стан деген әріп келсін. Мысалы біз білмедік, мына жерде Қазақстан деген қалай жазғанын білмедік. Әдетте Қазақстан дегенді негізі ағылшынша былай жазады. Қазақстан деп жазады. Ал енді кейбіреулер былай жазады, Казахстан деп. Негізі мына орыстардың жазғаннан келген болу керек. Мынау енді таза ағылшынша. Ал енді кейбір жағдайларда былай жазатындар бар, Қазақстан. Енді біз осылардың барлық шартқа үйлесетін Қазақстан деген атты іздеп таппақшы болсақ, онда қалай іздейміз дегенде, бірінші мына к мен қ дегенге мына жерге к немесе қ деп жазалық. Ал енді мына жерге де ұқсас, к немесе қ бір әріп қамтылған. Енді барып көрейік мына жерде. Мына жерде not like болып тұрғанын алып тастаймыз. Қазақстан деген тауып отыр. Ал енді мына жерде тағы local name деген бар. Local name арқылы іздеп көрейік. Мына жерде local name арқылы іздеп көрсек, міне 10-та табылды. Яғни мына Қазақстан деген ат арқылы да іздеп табылды, мынау арқылы. Өйткені біздің жазған ережеміз соғанда үйлесіп тұр. Сосын мынаған да үйлесіп тұр, Қазақстан дегенге де үйлесіп тұр. Ал енді мына жерде қазір мынаны таба алмайды. Қазақстан деп жазсақ таба алмайды. Оны таба алу үшін не істейміз дегенде, міне мынадан сосын жұлдыз деп жазсақ болады. Болмаса пилос белгісі. Мынадан біреу немесе бірнешеу болуы мүмкін деген сөз. Яғни Қазақстан деген табу үшін солай жазсақ та болады. Жаңағы мына жерде әзір Казахстан деген іздеп тауып отыр да. Мен мынаны өзгерте салайын. Әш дегенге өзгерттім. Сосын мына жерден сақтай салалық. Қазақстан дегенде мынаны да тауып отыр. Енді біздің мына жазған ережеміз соған да үйлеседі. Яғни мына төртбұрыштың ішіндегі жазылған әріптердің біреуі бар деген сөз мына жерде. Ал мынаның артына қосу белгісін қосқанымыз, мына төртбұрыштың ішіндегі жазылған әріптерден біреу немесе бірнешеу қамтылған дегенді білдіреді. Сол секілді осы regex, негізі мен мынаны іздеп көрейін. Regex. Бұл енді өте көп қолданылады. Бұл regexp деген көптеген басқа тілдерде, мысалы C# арқылы да қолдануға болады. Басқа тілдерде де қолдануға болады. Бұл да тек қана regexp ғана емес, мына жерде басқа сөздер де бар. Like, regexp, және де не дейді, regexp like дейді. Бұлардың бәрін өзіңіз ішкерлей үйренуге тұра береді. Бірақ енді бұны қазіргі жаңа үйренушілер үшін айтқанда, тек осындай нәрсенің бар екенін біліп қойсаңыз болды деп ойлаймын. Өйткені бұны қолдана қоюыңыз екіталай. Бұны қолдана қоймайсыз. Негізі осы like қолдану арқылы көптеген мәселелер шешуге болады. Ал like деген сізде шынымен күрделі осы жайында программада қолданылатын болса, негізі осыны ішкерлей үйреніп қою керек. Жаңағы regexp деген мына regular expression деген осыған қатысты мазмұндарды өзіңіз ізденіп көрсеңіз болады. Енді бұны бір сабақ, екі сабақта айтып бола салатын мазмұндар емес. Ал менің айтып отырғаным осындай күрделілерді осы арқылы шешетінін білсеңіз деген. Өйткені кейін осындай күрделі нәрселер келгенде MySQL тілі арқылы жазуға келмейді екен деп ойлап қалмасын деп айтып отырмын. Ал like әдеттегі біздің қолдануымызға жетеді. Мысалы сайтта болмаса бағдарламаларда әдетте іздеген кезде осы like арқылы іздей салады.
осы жазғанның екі жағына прәнсет қойып іздей салады. Ал енді көп сөз жазған кезде қалай іздейді дегенде, мысалы мен тауға бардым деген сөзді іздесе, осыны қалай жазады дегенде, біз программамен мынаны бөліп аламыз. Мына сөздерді жеке-жеке бөліп аламыз. Мен деген сөзді бөліп аламыз. Сосын тауға дегенді бөліп аламыз. Сосын бардым деген бөліп аламыз. Сосын қалай істейміз дегенде, осы үш сөз бар сөзді іздейміз. Яғни like, сосын мына жерде жаңағы екі жағына да прәнсет белгісін қойып, мен деген. Мынау артында әріп болу керек, менің басқа деген секілді, сондықтан осылай жазылады. Және де әнді тауға деген сөз бар, әріп іздейміз. Like, сосын бұда ұқсас тауға. Бұның да артына қойсақ болады, сосын барып және де әнді бардым деген секілді. Осылай like, мына жерге біз search name деген бір property'ден іздеген болсақ, осылай жазамыз. Search name әнді like, сосын барып мына жерде мысалы бардым дегеннің алдартына да жазбақшы болсақ, осылай өзіміздің логикамызға қарай жазуға болады. Осылай бәрі қамтылған бір жазып аламыз, бұны жақша қаламыз. Одан кейін барып немесе деп, сосын мынаның ішіндегі біреу қамтылғаны деген сияқты жеке-жеке жазып шығу керек болады. Мысалы немесе мынау қамтылғаны немесе деп жазуымыз керек. Яғни мынадай сөздер әдетте сөзге бөліп болады. Ал енді ол бөлгенде де сіз білмесеңіз, оны арнайы соны бөлетін бағдарламалар бар. Яғни дайын лайбрарилар бар, бұны қалай бөліп, қалай іздеу туралы. Ал оғанда баса ұртатын нәрсе емес, бірақ біз осы лайкты тереңнен түсініп қолдан алсақ, біздің бір 70-80 прәнсет жұмысымыз осымен шешіледі. Лайк негізінен іздеуге арналған, жаңағы алдартында әріп бар, болмаса жаңағы тек қана артында әріп бар, немесе алдында әріп бар деген сияқты осымен шешеді. Жаңағы тағы да бір тал әріп бар деген астыңғы сызық, о да осы лайкқа тән. Ал енді мынау бұл regular деген, жаңағы мынау regular expression деген, бұл тек қана MySQL емес, басқа тілдерде де бар. Ал оны өзіңіз ішкерлей ізденетін мазмұндар, бұны өзіңіз үйреніп қойсаңыз болады. Ал қазіргі жаңа үйренушілер үшін қажет жоқ, тек лайкты үйренсеңіз болған.